Болған оқиға Американың бір районында ұрлау, тонау, бұзықшылық деген өте көп болған. Бұнымен күресу үшін сол районның инспекторы осы сынған терезе феноменін қолданған. Сол районда сынған терезені бүтіндеген, көшелерін тазартқан. Сол кезде бұл районда криминал азайған. Яғни сынған терезе, көше лас болған кезде адамдар да бұл районға білгеніңді істеуге болады деген ұғым болған. Психологияда сынған терезе феномені дегеніміз не? Бұл ескерусіз қалған ұсақ тәртіпсіздік. Адам өз өмірінде осындай ұсақ тәртіпсіздерге көз жұма қараған кезде ми солай қабылдайды. Демек, осылай болу керек екен ғой деген сияқты адам өмірінде ешқандай өзгеріс болмайды. Сіз ертеңнен бастап жүгіремін, ертеңнен бастап спортпен айналысамын, ертеңнен бастап диета ұстаймын, ертеңнен бастап өзімен айналысамын дейсіз да, ертең болған кезде қойшы деп қоя саласыз мида. Демек, осындай болу керек екен ғой деген сияқты өміріңізде өзгеріс болмайды. Қарым-қатынаста да сондай. Сізге бір жолдасыңыз біреу балағат сөз айтты ма, сіз оны норма деп қабылдайсыз да, ол адам да ойлайды, демек бұл адаммен солай істей беруге болады екен ғой деген сияқты да. Осындай өміріңізде ұсақ тәртіпсіздіктерге жол бергенде осындай нәтижеге алып келеді. Өзіңіздің өміріңізге анализ жасаңыз, қандай ұсақ тәртіпсіздікке жол беріп жатырсыз.